Абай Құнанбаев 27-ші қара сөзі. Бір күні Сократ хаким бір Аристотель деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәкка ва тағалаға құлшылық қылмақ турасына айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Әй Аристотель, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты, деді. Ол айтты, толып жатыр, Хазірет. Бірінің атын аташы, дейді. Гомерге бәйітшіліктігі себепті, Софклге трагедиясы себепті. Яғни біреудің сипатына түспектік, Зевскийске суретшілігі себепті. Таңырқаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты, жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме? Я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма, дейді. Соңғысы лайықты, дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса, дейді. Жә, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің, дейді. Әрине әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десе керек деймін, дейді. Жә, олай болса адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тахрик ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден ұшқыннан қаға беріп болсын үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзбен қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән, ешбірінен ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақтық қолымыздан келмес еді. Таңдай тіл дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмді қайсынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды мұндай ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп істелгендігіне дәлел емес пе, депті. Сонда Аристотель тахик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббатты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда, және не ойлайсың? Хамма мақлұқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уахамма мақлұқтың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын біліп, иждихат
қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болудан басқа істі аз ойламақтары. Бұларының бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы хам мұның бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме, дейді. Және, ей Аристодим, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқада ақыл жоқ деп ойлайсың, дейді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көркемдігіне хам қандай лайықты, жарастықты законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтұғынын көресің. Бұлардың бәріне таңғажайып қаласың, хам ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпенен бір нәрседен жаралған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақылменен болмаса, бұлайша бұл хисамен өлшеуіне ой жетпейтұғын не әрбір түрлі керекке бола жаратылып, хам бір-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермейтұғын мықты көркем законға қаратылып жаратылды, дейді. Ол айтты, тахиқ бұл айтқанның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына інкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болды, дейді. Ей Аристодим, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіне де ұстаз керек пе, деді. Аристодим айтты, ол менің қамымды жейтұғын мен қайдан білемін, деді. Олай болса хамма мақұлыққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп пе? Адам алдын, артын, хам осы күнін үшеуі де тегіс ойлап тексереді. Хайуан артын осы күнінде болдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты. Хам өзге хайуандардың құлданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп, бірі қанатына сеніп жүр. Бір өзіңдей хайуанды құлданарлық лайық жоқ. Адам өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді ықылтып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға сұлтан болуға ғана лайығы бар. Хайуанға адамның ақылы берсе, мұнша шеберлік, мұнша даркөрлік, бір-біріне ғылым үйретерлік, шешендік, салихаят ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдерісінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайыппен хам жасаған денеге кіргізіп, мұнша салихат иесі қылғаны, хикметпенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласы артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма? депті.